Діни экстремизм және терроризм. Қазіргі жаһандану заманында әлемдік қауіпсіздік пен бейбітшілікке қатер төндіріп отырған басты мәселелердің бірі діни экстремизм мен терроризм. Бұл құбылыстар қоғамда тыныштықты бұзып, адамдардың өміріне, мемлекеттердің тұрақтылығына, конституциялық құрылымды құлатуға үлкен қауіп төндіреді. Діни экстремизм бұл діни сенімдерді бұрмалап, қоғамға қарсы бағытта қолдану. Мұндай көзқарасты ұстанушылар өз дінін жалғыз дұрыс жол деп санап, өзгелердің сеніміне құрметпен қарамайды. Олар заңдарды мойындамай, өз идеологиясын күштеп енгізуге тырысады. Мұндай топтар жастарды алдап, діни білімнің орнына жалған ақпарат таратады. Терроризм бұл зорлық-зомбылық арқылы, қорқыныш туғызу арқылы саяси немесе діни мақсаттарға қол жеткізуді көздейтін әрекет. Террористер бейбіт халыққа шабуыл жасап, қоғамда үрей мен тұрақсыздық орнатады. Экстремистік топтар кейде өз мақсаттарын жүзеге асыру үшін террорлық әрекеттерге барады. Олар интернет арқылы жастарды үгіттеп, санасын улайды. Осындай әрекеттерден көптеген елдер, соның ішінде Қазақстанда зардап шегіп отыр. Мемлекетіміз діни экстремизм мен терроризмге қарсы жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Заңнамалар жетілдіріп, арнайы бағдарламалар қабылдануда. Сонымен қатар діни ағартушылық, ақпараттық түсіндіру жұмыстары арқылы қоғамда иммунитет қалыптасуда. Діни экстремизм мен терроризм адамзат баласына ортақ қауіп. Онымен күресу тек құзырлы органдарының ғана емес, бүкіл қоғамның міндеті. Әсіресе жастарға дұрыс діни тәрбие беру, оларды теріс ағымдардан сақтау бүгінгі күннің басты талабы болып табылады.